Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін осындай бауырдан котлет жасаймын. Ол үшін менде 500-600 граммдай тауықтың бауыры. Блендермен езіп алдым. Оған татымына қарай тұз, 2 жұмыртқа қостым. Араластырамыз осының бәрін. Сарымсақ қосуға да болады. Үккіштен өткізіп, майдалап. Бұрыш қостым. Блендер болмаса ет татқыштан өткізіп алсаңыз да болады бауырды. Кез келген бауыр қоссаңыз болады. Жарты стакан сүт қостым. Кішкентай кесемен ұн қостым. Ұнды біртіндеп жайлап қосу керек. Ұн қосқаннан кейін дұрыстап араластыру керек. Тестомыз қатты қою болмау керек те, қатты сұйық та болмау керек, орташа болу керек. Котлетімізді қызып тұрған табаға май құйып, үлкен қасықпен құйып, екі жағын аударып, пісіріп аламыз орташа отта. Мен видеом ұнаса лайк басып, подписка жасаңыздар. Видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет.